Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен подачасының өзі өте ерекше, дәмі одан сайын керемет болып шығатын тағам жасаймыз. Соңына дейін қараңыздар. Біз ең алдымен тартылған етке тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Фаршты міндетті түрде осылай ұрғылап, артық ауасын шығарып жіберіңіздер. Содан соң қолымызбен майда фрикадельді жасап аламыз. Некеме фрикадельдердің барлығын тізіп, дайындап қойдым. Енді кезекте қазанға май құйып, майымыз қызғаннан соң көбейтіп туралған пиязымызды салып, пиязды 1-5 минут шамасында жақсылап сарғайғанша қуырып аламыз. Содан соң сәбізді салып, тағы да 5-6 минут шамасында бетін жауып қуырамыз. Сәбізді жақсылап қуырып алғаннан соң, оның артынша картопымызды да салып, осы картоппен бірге міндетті түрде томат пастасын, соя тұздығын қосамын. Біраз қасық өте керемет дәм береді, және де өзіңізге ұнайтын кез келген дәмдеуіштерді саласыз. Және де ұсақтап туралған сарымсақты қосамыз. Және де осының барлығын жақсылап 5-6 минут шамасында қуырып аламыз. Қуырып алғаннан соң картоптан асып тұратындай етіп су құямыз. Және де міндетті түрде тұз салуды ұмытпаңыздар. Қазанның қақпағын жауып бір қайнатамыз. Біздің поливіміз қайнайым дегенше гарнир жасайтын боламыз. Респа турецкий жасайтын боламын. Табаға май құйып, вермишелімізді осылай жақсылап араластырып отырып, қызарғанша қуырып аламыз. Осылай қып-қызыл қуырылғаннан соң жуылған күрішімізді салып, күрішті де жақсылап араластырып жіберіп, күріштен кішкене асып тұратындай етіп су құйып, тұзын салып, табаның қақпағын жауып, бір қайнатамыз. Бір қайнағаннан соң баяу отта 20 минут шамасында күрішімізді бұқтырып пісіріп аламыз. Сол арада біздің подливіміз де қайнап дайын болады. Жаңағы дайындап алған фрикадельдерімізді біртіндеп салып аламыз да, бір араластырып жіберіп, қазанның қақпағын жауып, баяу отта 20-30 минут шамасында пісіріп аламыз. Біздің күрішіміз осылай шашырап, өте әдемі, езілмей, дара-дара болып пісіп шығады. 30 минут уақыт өткеннен соң біздің фрикадельдеріміз пісіп дайын болады. Піскеннен соң мен консервідегі жүгеріні қосып жібердім. Бұл маңызды емес, қоспай қойсаңыздар болады, бірақ осылай бізге ұнайды. Қосып жақсылап араластырып жібереміз. Енді кезекте күрішіміздің подачасын беруді көрсетейін. Бір кесеге ортасына осылай кіші шай кесені төңкеріп қойып, айналасына күрішті басып саламыз да тәрелкеге аударып аламыз. Аударған соң кішкене ұрғылап жіберсеңіздер өзі түседі. Мінекей қараңыздар, өте әдемі болып шығады. Енді осының ортасына подливін салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Тағамның түрінің өзі тәбетті ашады, өте керемет, дәмді болып шығады. Біздің отбасымызға өте қатты ұнады, сіздерге де ұнады деген ойдамын. Сондықтан да отбасыңызды қуантып, міндетті түрде дәмді тағамды жасап беріңіздер. Көп рахмет назарларыңызға.